қонақта Қайрат Нұртастан өзі де дауысы да алмайтын жас әнші, кавер орындаушы Бекмұхан Нұрланұлы. Қайырлы таң. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Қайырлы күн, қош көрдік. Қалайсыз Бекмұхан? Жақсы. Керемет. Сізді әлеуметтік желіден ғана бақылап қарап жүрушек, бұл қай жігіт екен Қайратқа ұқсап жүрген? Айттыңызшы Бекмұхан, жалпы осы өнерге қашан келдіңіз? Қашаннан бері ән айтып жүрсіз? 3-4 жылым жобасы оқып қалдым негізі. Қазір жасыңыз нешеде? 21-де. 21-де. Мектеп кезінен бастап, иә? Одан кейін байқаң ба, сөйлеу манерасы да бір Қайрат Нұртасқа келеді, өте қатты ұқсайды. Өзін бұл қалай айтсам болады, енді қатты бір қызығушылық па, әлде табиғи дауыс осындай ма, немесе жастайыңнан Қайрат ағамызды көріп, қатты дауысына да, шашына да, стиліне де қатты мән беріп өстің бе? Еліктеп өстік қой негізі, бәріміз Мейрамбек ағаларымызға, Қайрат ағаларымызға қарап еліктеп өстік. Осы қалайсам болады, ешқай жерде оқымағам, ешқандай музыкальный білім алмағам. Туа біткен деп айтсам болады шығар бұлай. Негізгі мамандығың кім? Ал қазір студентсің бе? 21 жас? Студенттік шақ, иә? Жоқ, оқымайым қазір. Қазір таңда, иә. Қазір таңда осы тойлармен, отырыстармен, гитарамен өлең айтып жүрмін. Осы өнер жолына кеттің, иә? Өнер жолына. Бекмұхан, айтшы, маған бір қызық болып тұр. Қайрат Нұртасқа ұқсастығынды өмірде бір пайдаланып көрдің бе? Жоқ, пайдаланып көрдім. Немесе бір қызықты оқиғалар болды ма екен, сені ұқсастырып, білмеймін, жанына жүгіріп кеп. Көп қой негізі сондай нәрсе. Ең болмаса енді әлеуметтік желілерде арнайы салынған видеолардың астына міндетті түрде көрген халық Қайрат Нұртасқа ұқсайсың деп жазады. Жазады, иә. Дәл осындай бір видеоң бізде де бар еді, соны бір көріп алсақ. Айдай сұлуым мен, болайын дедің сен, жауқазындай жанарыңнан бағыт көру жерім, сенің мекен жайыңа асығып келу жерім жаным. Соғады менің жүрегім, өзіңді келемін, өзіңді жаныммен сүйемін. Бекмұхан, сен тек қана Қайраттың әнін ғана айтасың ба, өзіңнің жеке бір авторлық әндерің жоқ? Иә, бұйырса Аллаға атта шығарайын деп жүрген өзімнің ана туралы әнім бар. Ана туралы әнім. Сөзін кім жазған, музыкасын? Сөзін Әділет деген қордайлық жігіт жазған. Сол кісі келіп маған сыйлыққа беріп, осы әнді бауырым сен орындасаң қалай болады, осы сен даусыңа келіп тұр екен деп сыйлыққа берген әні бар, иә, өзім. Жалпы өзің ән шығармайсың ба? Өзім ән шығармайым, негізі ән жазбаймын. Только қазіргі таңда енді кавер орындаумен жүрмін. Ал енді дәл қазір осындай өнер саласында, сахнада жүрсің. Ал енді алдағы уақытта мүмкін осы өнердегі бір білім жолын әрмен қарай дамыту үшін арнайы оқу орнына түсуге бір ой бар шығар? Ой бар негізі, оқуға түсуге деген. Өйткені бұл білмеймін, болашақта да бір кері әсерін тигізуі мүмкін ғой, иә? Иә, оқу керек, білім алу керек. Ал енді қазіргі таңда жоспар қандай болып жатыр? Жоспар қазіргі таңда бұйырса өзім жеке әндерім шығарсам ба деп отырмын. Осы жақын арада студиямен жұмыс жасап, алдағы уақытта өзім авторлық әндерім. Тілектеспіз осы әндердің шығуына. Ал қазірге мен дегенмен де Қайраттың әнін сенің өзімнің орындауында тағы бір тыңдағым келіп тұр. Тағы қолқа салайықшы саған. Әрине. Ән болса, қандай ән айтамыз? Жүрегіңнен бір орын бер деген ән. Қайрат ағамыздың. Есім кетті, өмірімді өзгерді. Өміріме керек емес сенен басқа өзгені. Жүрегіңнен бір орын бер, тынышталсын жүрегім. Бір жүректі өмір сүру қос жүректің ерлігі. Жүрегіңнен бір орын бер, бос болсаң. Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бер, бұл өмір. Екеумізге құшақ жайыр күнді күттік тосқанша. Сен жұмақсың мен ғашқым мен сарым мен үйлі.
аласың жауабыңда қымбат маған ендігі. Өміріңнен бір орын бер мәңгілікке өтінем. Бір жүректе өмір сүру қыш жүректің ерлігі. Жүрегіңнен бір орын бер бос болса. Мекендейін сол орында тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бер бұл өмір. Екеумізге құшақ жайыр күнді күтіп тосқанша. Тамаша. Расында қазір халық арасында Қайрат ағамызға ұқсастығы келетін, Қайрат ағаның жолын, ізін басқан өте көп жігіттер бар. Расында. Ал сол жігіттен өзіңнің қандай айырмашылығың бар деп ойлайсың? Қалай сонда? Басынан қойасыз ба? Қайрат ағамызға ұқсайтын жігіттер көп қой, расында. Сол жігіттерден бір артықшылығын, ерекшелігін қандай? Білмеймін, мен бір ерекшелігін айтарым, гитарада шебер ойнайды. Гитарада өте жақсы, өте керемет ойнайды екен. Білмеймін енді. Дауысың бәлкім. Дауысымды ұқсатып жатады, или қылықтарымды ұқсатып жатады. Бірақ сен енді әбден образдан да шыға аласың ба? Ең кеткен образынан шыға аласың. Жақсы. Бекмұқан дейінші. Біз саған бұл өмірде өз орныңды тауып, өзіңнің бір авторлық әндермен танылып, осындай көпшілікке танымал болуына тілектеспіз. Мен рахмет, көп үлкен рахмет саған. Көп рахмет. Қымбатты көрермен, Евразия бірінші арнасы әрқашанда халық арасындағы нағыз талант иелеріне қолдау білдіретіні сөзсіз, өздеріңіз білесіздер. Және бүгін өзіңізге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет. Айтпақшы, егер де Бекмұқанға көрермендердің сұрағы болса, біздің WhatsApp номерімізге жазыңыздар. Міндетті түрде Бекмұқанға жолдап, жауабын алатын боласыздар. Ал дәл қазір қымбатты көрермен, өздеріңіз белгілі, күн салқындады, ауа райы өте салқын. Дәл осы салқын ауа райында жасалатын қандай салат түрлері бар, сол салат түрлерінің біз рецептін ұсынамыз. Көрейік.